Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі су ресурстарын кешенді пайдалану пәні бойынша өтетін кезекті дәрісіміздің тақырыбы шабындықтар мен шалғындықтар және жайылымды суландыру болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шабындықтар мен шалғындықтар жайлы мәлімет беріп, жайылымды суландыру жүйесі жайлы ақпарат беру болып табылады. Күтілетін нәтиже шабындық пен шалғындықтар, жайылымдар ұғымдарын толық меңгерту. Сабағымыздың жоспары. Осы сабақты ашу үшін біз мынандай тақырыпшаларды түсіндіріп өтетін боламыз. Олар шабындықтар, шалғындықтар және шалғындықтардың бөлінуі, шабындықтар мен шалғындықтардың судың әлпісі мен судың сапасына қоятын талаптары және де жайылымды суландыру, жайылым жерлер, олардың ерекшеліктері болып табылады. Ең бірінші шабындықтар ұғымын түсіндіріп өтейік. Жүйелік түрде пішендеме, шөп ұны, сүрлеме, жемдеме, яғни зеленый подкорм дайындау үшін шөп өсімдіктері шабылып алынатын жер қорлары шабындықтар деп аталады. Шабындықтардың егілген және табиғи түрлерін екіге бөліп қарастырамыз. Яғни егілген дегеніміз ол шалғындық шөптері егу арқылы түзелетін, ал табиғи дегеніміз су басатын, я болмаса жайылмалық, төменгілік немесе батпақталған және құрғақ аңғарлық жерлерді айтамыз. Шабындықтардың жайылмалық түрі негізінен астық тұқымдас өсімдіктер, не болмаса қияң көлең өсімдіктерден құралады. Бұл шабындықтардың өнімділігі мен пішеннің артықшылығы жер топырақтың түріне, олардың құнарлығына және де су әлпісіне байланысты өте қатты өзгеріске ұшырап отырады. Шабындықтардың төменгілік түрі шөптер құрамында қияқ көлеңділер тұқымдары көп болғандықтан пішеннің орта және нашар сапаларын беріп отырады. Шабындықтардың құрғақ аңғарлық түрі аралас шөп астық тұқымдас өсімдіктер мен аралас шөп қияқ көлеңді астық тұқымдас өсімдіктерден тұрады. Пішеннің орта және жақсы сапаларын беріп отырады. Табиғи шабындықтарды жақсарту үшін біз жүйелі түрде тыңайтқыштарды, әсіресе азот тыңайтқыштарын түрлерін қолдану, сонымен қатар арам шөптермен күресу, бірінші және кейінгі шабуларды өз уақытында жүргізіп отыру және шабу уақыттарын жыл сайын өзгертіп отыру шаралары енгізіліп отырады. Екінші ұғым ол бізде шалғындықтар, яғни луга. Көпшілігінде көп жылдық болып табылады және мезофилді өсімдіктерден құралған ауыл шаруашылық жерлер қоры шалғындықтар деп аталады. Құрылықтық, яғни су айрықтарында орналасқан және жайылмалық, яғни өзендердің жайылмаларында орналасқан шалғындықтар деп шалғындық жерлер екі топқа бөлінеді. Құрылымдық шалғындықтар ылғалдану сипаттамаларына қарай құрғақ аңғарлық, яғни атмосфералық жауын шашындармен ғана ылғалданатын және де төменгілік дегеніміз атмосфералық жауын шашын және де жер асты сулармен ылғалданатын жерлер болып бөлінеді. Шалғындықтар пайдалануына байланысты былай бөлінеді. Шабындықтар, яғни шөп өсімдіктері шабылатын және де жайылымдық деп бөлінеді. Жайылым дегеніміз, яғни мал тек қана өртіліп жайылатын жерлер болып бөлінеді. Одан кейін шалғындықтардың шаруашылық жағдайына байланысты да бөлінеді. Яғни табиғи және мәдениетті болып бөлінеді. Мәдениет дегеніміз екінші атауы егілген жерлер деп аталады. Шабындықтар мен шалғындықтардың судың әлпісі және де судың сапасына қоятын талаптары. Шалғындықтардың судың әлпісі мен сапасына қоятын арнайы талаптары бар. Бірақ олар тек қана табиғи жағдайларда атмосфералық жауын шашынмен, ал кейбір түрлері атмосфералық жауын шашынмен қатар жер асты сулармен қоректенетін болғандықтан су шаруашылық кешені құрастырушысы қатарына кірмейді. Яғни айтқанда олар су көздері
көздеріндегі су әлпісі мен судың сапасына қатты тәуелді бола бермейді. Себебі айтып кеткендей, олар көп жағдайда жауын шашынның суымен қоректенетіндіктен олардың судың сапасына қоятын аса үлкен талаптары жоқ болып табылады. Шабындықтар су шаруашылық кешенінің құрастырушысы ретінде су көздеріндегі судың әлпісі мен сапасына қоятын талаптары бар деп айттық. Яғни, кешенді су торабының жоғары жағына орналасқан шабындықтар су көздерінің табиғи су әлпісімен қоректеніп отырады. Яғни, оларға су шаруашылық кешенінің ешқандай тигізетін әсері болмайды. Барлық мәселе кешенді су торабының төменгі жағында орналасқан шабындықтардың қажетті су мөлшерімен қамтамасыз етілуі болып табылады. Шабындықтар көп жағдайда, табиғи жағдайда қанша су мөлшерімен, қанша тереңдікпен, қанша уақыт сумен суарылатын, көмкерілетін болса, су шаруашылық кешені түзелген кезде де тура сондай су мөлшерімен, сондай тереңдікпен, сондай уақыт сумен көмкерілетін болса, су шаруашылық түзелген кезде де тура сондай су мөлшерімен тереңдігі сақталып, арнайы бір уақыт сумен көмкеріліп отыруы міндет. Яғни айтқанда, шабындықтардың суға деген талабы су көздерінің табиғи жағдайларындағы су әлпісімен бірдей болып табылады. Жайылымды суландыру, жайылым жерлер және олардың ерекшеліктері. Жалпы жайылым жерлер дегеніміз ол түліктердің жайылуына арналған шөп өсімдіктері бар жердің қоры болып табылады. Олар жабайы өсетін көп жылдық өсімдіктерден, бұталар мен жартылай бұталардан тұрады. Ал кейбір жерлерде мүктер және де қыналар кездесіп отырады. Жайылымның табиғи және егілген, яғни жасанды түрлері болады. Қазақстандағы жалпы барлық табиғи жайылымның ауданы 183 миллион гектарды құрайды. Ал мал шаруашылығының жем шөпке қажеттілігінің 65% негізінен осы жайылымдарды қанағаттандырып отырады. Ал оңтүстік аудан мен батыс аудандарда ол 80-85% құрайды. Жайылымдарда далалық, шөлейт, шөл және тау жайылымдары деп қарастыруымызға болады. Бүгінгі біздің шалғындықтар мен шабындықтар және жайылым жерлер тақырыбы бойынша сіздерге берілетін бақылау сұрақтары. Шабындықтар жайлы қосымша ақпарат беріңіз. Шалғындықтардың түріне талдау жасаңыз. Шабындықтар мен шалғындықтардың су әлпісі мен сапасына қоятын талаптар жайлы ақпарат беріңіз. Және де жайылым жерлердің ерекшеліктерін жайлы қосымша мәлімет тауып, жазып кетуіңізді сұраймын. Сонымен қатар сіздерге қосымша өзіндік жұмыс беріледі. Бұл өзіндік жұмыста сіз шабындық, шалғындық және жайылым жерлер жайлы реферат жазуыңыз керек. Бүгінгі тақырып бойынша берілген тапсырмалардың барлығын орындап, Платонс платформасы бойынша тексеріске жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет.